Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәл сатылымдағыдай болып шығатын пиццаның рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта одан да күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен достар, жылы суға ашытқыны салып, бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Достар, міндетті түрде біздің ашытқымыз мерзімі өтпеген ашытқы болуы қажет. Әйтпесе сіздердің қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Біздің суымыз дайын болғанша біз бетіне турайтын заттарымызды турап аламыз. Мен қызанақты турап сонымен жасаймын. Сіздер шұжықпен, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша барлық нәрсемен жасасаңыздар болады. Міне біздің ашытқымыз дайын болды. Енді оған бір қасық тұзды салып, және де тісімізге ұнды салып, оның үстіне ашытқы қосылған суымызды құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет. Және біздің қамырымызға үстіне сұйық май қосасыздар. Басқа ештеңе қоспайсыздар. Міне қамырымыз дайын болды. Жақсылап жұмсақ етіп илейміз. Ал енді табамыздың астын жақсылап майлап аламыз. Енді үстіне қамырымызды жайып үстіне қоямыз. Енді үстіне майонез бен томат пастасын бірге қосып жағып, және үстіне көкөністерімізді, шұжығымызды саламыз. Енді достар, қызып тұрған пеште оны 180 градуста пісіріп аламыз. Сосын Ал енді пісуге жақындаған кезде бетіне сырымызды теркадан өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Толығымен қалың етіп сепсеңіздер, әдемі көрінеді, әдемі шығады. Сосын 2-3 минуттай қайта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып, өте жұмсақ болып шығатынына кепілдік беремін. Ал келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.